ең көп ұлттардың бірі ұйғыр халқының өнерпаздары шықты. Сонымен қатар бұл қазақ жерінде ата салтын берік сақтаған ұлттардың бірі. Оны өзіндік бояуы, ерекше ырғағын жоғалтпаған әлемнен көздік жауын алар ұлттық костюмдерден байқауға болады. Ал енді тарихқа көз жүгіртсек, ұйғырлардың алғашқы легі Алаш жеріне осыдан 1,5 ғасыр бұрын Қытайдан қоныс аударуға мәжбүр болған. Цзинь империясының қысымына шыдамаған олар еліміздің оңтүстік шығысына шоғырланды. Сол кезде қоныс аударған 40 мың ұйғыр талай ұрпақ тәрбиелеп жеткізіп келеді. Бір қызығы, бүкіл әлемді бұл этностың 20 миллионнан астам өкіліне келгенмен, тек Қазақстанда ғана кәсіби драма театры бар. А вот уже и немецкий народный танец. История казахстанских немцев очень